Михаил Сергеевич, дедім мен де тіке кетіп, енді сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да КСРО халық депутаттарынан желтоқсан оқиғасын зерттейтін комиссия құрылуы тиіс. Яғни комиссия құрылсын деген қатқа 110 КСРО халық депутаты қол қойды. Оның 92-сі КСРО жоғарғы кеңесінің мүшесі. Горбачевтың түсі бұзылып кетті. Қатты жылдам оқып шығып, кімдердің қол қойғанына назар салды. Әсіресе Ельцин мен Сахаровтың аты жөнін көргенде бетін нарттай қызарып шыға келді. Мен енді комиссия құрамына Сахаровты, Ельцинді, Собчакты, Евтушенконы және одақтас республикалардан осындай мәселелерден хабар бар 4-5 депутатты ендіру керектігін айта бастап едім. Горбачевтың қаны басына шапшыды. Маңдайын сипап аз кем отырып қалды. Әсіресе соңғы кездері өзіне ашық қарсы шыға бастаған Борис Ельциннің бұл мәселені мүлде жұрт күтпеген бағытқа бұрып жіберуі мүмкін екенін шамалады ғой деймін. Комиссия құрамына енуге мына депутаттардың өздері келісім берді ме? Деп сұрады. Иә, Жолдас Шақанов мынаған келіселік, деді біраздан соң жайдары қалыпқа түсе қалып. Сіз Қазақстаннан сайланған 7 КСРО халық депутатымен бірге комиссия құрамына еніңіз, әрі комиссияның тең төрағасы болыңыз. Қазақстан жоғарғы кеңесіне сенімсіздік көрсетпей қоялық. Мен сізге уәде етейін, егер қазақстандық депутаттар оқиғаны әділеттілік тұрғысынан тексеріп баға бере алмаса ғана, басқа республикалардан сайланған депутаттарды ендірелік. Ал мына істе өзіңізге үлкен мүмкіндік бергізейін, комиссия құрамына кіретін 7 адамды өзіңіз таңдап аласыз, деді. Горбачевтың 2 үлкен қателік жіберіп тұрғанын байыптап үлгердім. Бірінші қателігі мені комиссияның тең төрағалығына ұсынуы. Бұл арада ол Шақановқа Қазақстан жоғарғы кеңесі оңайлықпен ырық бере қоймасы деп ойлады. Екінші қателігі мынау. Егер желтоқсан оқиғасының ақ қарасын айыратын комиссия құру туралы менің ұсынысым КСРО жоғарғы кеңесінің күн тәртібіне енгізілген күннің өзінде де өз жақтастары арқылы қарсы дауыс бергізіп, оны жарамсыз етіп тастауға Горбачевтың әбден мүмкіндігі бар еді. Бірақ оны үрейге түсірген желтоқсан мәселесіне Ельцин мен Сахаровтың араласатыны болды. Келісесіз бе? Деді Горбачев едәуір үнсіздіктен соң. Келістік, дедім мен. Осы арада мен мынадай шындықтың бетін ашуға міндеттімін. Егер Алматыдағы желтоқсан көтерілісін тексеретін комиссияны қайта құру мәселесіне мен КСРО президенті Горбачевтың нөмірі 1 жауы Ельцинді араластырмағанымда, өзіме ерекше ықыласта болған Ельцин мен Сахаровта мені қолдап комиссияға мүше болуға келісім бермегенінде, және олардың осы пиғылын мен Горбачевқа сездірмегенімде, КСРО президенті бізге екінші комиссияны құруға мүлде мүмкіндік бермеген болар еді. Нәтижеде қанша әрекет еткеніммен де менің ұсыныс талабым далада қалып, желтоқсан көтерілісі Қонаевтың құйрықшыттары ұйымдастырған іс-әрекет ретінде ғана бағаланып, тарих сахнасында мүлде күлкілі күй кешері анық болатын. Тіпті ондай құжатты Қазақстан билігі жасырын түрде әзірлеп те қойған. Қадыр Мырзалиев басқарған комиссия тобы биліктің сол құжатын мүлтіксіз ақтап шығып, Горбачев қолбен ұйымдастырған қанқұйлы істерді түбегейлі жоққа шығаратын шешім қабылдайтыны айдан анық болатын. Ең қиыны сол шешім егемендік алғанымыздан соң да дәл бүгінгі күнге дейінде ешбір өзгеріс таппас еді. Міне мәселенің ащы шындығы қайда жатыр. Желтоқсан көтерілісінің шындығы үшін қазақ халқы орыстың 2 дара перзенті Ельцин мен Сахаровқа
белгілі деңгейде қарыздар. Сонымен, бұрынғы комиссияның құрамына Шаханов таңдаған 7 қазақстандық КСРО халық депутаты қосылып, Қадыр Мырзалиев пен Шаханов тең төрағалық еткен жаңа комиссия құрылды. Сөздің ашығы, бұл комиссияға сенсек, ел алдында ұятқа қалатынымыз анық еді. Комиссия құрамына бұрын кейін сайланған депутаттардың көпшілігінің жұмысқа бел шешіп кіріспейтіні байқалды. Себебі комиссия мүшелерінің басым бөлігі комиссияның құрылғанына түбегейлі қарсы болып, кірпідей жиырылған биліктен қорқады. Сосын түрлі сылтауларды алға тартып, комиссия жұмысына атсалысудан қашқақтай береді. Ол аздай ішінде бірнешеуінің өзімізге қарсы жұмыс жасайтынын да ешкімге құпия сыр емес еді. Екінші комиссия құрылды. Бұл енді шындығында Мұхтар Шахановтың тікелей күшінің арқасында құрылды деп ойлаймын. Өйткені Мұқан билікке де маза берген жоқ, жалпы халыққа да маза берген жоқ. Осы комиссияны құру жөнінде. Мен соған осы күнге дейін риза боламын. Сонда бірнеше топқа бөлінген комиссия болды. Үкімет үйінің ішінен бұл кісілерге үй берді, бөлме берді. Себебі үкімет дәл сол комиссияны құрғызып, Мұхтар Шаханов пен Қадыр Мырзалиевке басқартып, халықты соған ұйымдастырып, жұмыс істемесе болмайтындығын түсінді. Бірақ, бұл жерде бір бірақ бар. Сол комиссияның біраз мүшелері үкіметке тәуелді болады. Біреу бір жерде жоғары жұмыста, біреу бір жерде тағы басқа бір шаруалармен жұмыс істеп жүр. Сондықтан комиссияның толыққанды жұмыс істеуіне мүмкін сол кісілердің де сәл де болса кесел тиген болар деп ойлаймын қазір ойымша. Ал енді Мұқан жаңағы үкімет үйіндегі кабинеті мен Жалын журналындағы кабинетінің ортасында жүрді. Күніне бірнеше рет қатынайды. Менің бірге қызмет істейтін жігіттер комиссияға мүше болған жоқ. Бірақ комиссияның қызметін істеді. Солардың берген тапсырмасын орындап жүрді. Бірақ бұл комиссияға бүкіл қазақ халқының рухани тағдыры қарап тұрған болатын. Біз арқалаған жүк тым ауыр. Күндіз түні ойланамын. Ақыры тығырықтан алып шығатын бір жол таптым. Жоғарғы кеңестің қаулысында егер комиссия қажет етсе, әртүрлі мамандық өкілдерінен эксперттік жұмысшы тобын құруға құқылы деген тармақ бар екен. Соны пайдаланып, қолынан іс келеді деген белгілі ақын жазушылар, қоғам қайраткерлері, бұрын ішкі істер министрлігі мен мемлекеттік қауіпсіздік комитетінде қызмет еткен зейнеткерлер мен заңгерлерді топ-тобымен өзіме шақыра бастадым. В рабочую группу комиссии по расследованию декабрьских событий Мен желтоқсан оқиғасын тексеретін комиссияның жұмысшылар тобына 1989 жылдың күзінде Мұхтар Шахановтың шақыртуымен келдім. Жұмысшы тобындағылардың тізімі қағаз жүзінде 250-ден асып 300-ге жуықтағанымен, соның ішінде табан тіреп, тұрақты жұмыс жасаған адам саны 12-13-тен аспайды. Бірақ бұл топ аса күшті топ болды. Біз күн мен түнді ұмытып, тәуліктеп жұмыс жасадық. Басымызға төнген қауіпті де, денсаулығымызды да, жағдайымыздың бар жоғын да, аш тоғымызды да ескеруді қойып едік. Себебі біз асықтық. Жұмысымыздың соншама қауырттығынан кейбір қағаздарды тәптіштеп жиып, жинақтауға да үлгермей жаттық. Ол кезде қаншама желтоқсаншы жастарымыз әлі түрмелерде. Біз солардың бірінде қалдырмай босаттырып алып, желтоқсан оқиғасының шығу түпкі себептерін түгелдей саралап шығуға, бейбіт шерудің аяғы неге қан төгіске ұласқанын анықтауға асығып жанталастық. Біздің халық әрі қарай қалай күнелту керек, қалай күн көру керек, қайтпек керек. Біз осылардың түбіне жеткенше жанықтық. И как дальше нам быть, как нам жить, как нам выжить, как нам жить дальше. Мұхтар аға қайттық. Мұхтар аға, желтоқсан көтерілісінің ақиқатын, желтоқсанда таяқ, желтоқсанда түрмеде отырып, соның ашысында, суығына да, отына да батып келген, мына сүйектен біздің басымыз таяқ жеген, біз ғана айтпасақ, басқа ешкім айта алмайды. Біз ғана көтермесек, басқа ешкім көтере алмайды. Сіз боп, біз боп, бір адам, бір жұдырықтай болып, осы желтоқсанның ақиқатын ашып, комиссияда бірге жұмыс жасайды. Біздің қолымызда көп нәрсе келеді, көптеген жеңістерге жетеміз. Мұхтар аға, бізге сенім артыңыз деп айтып.
Содан кейін Мұхтар аға бізді өзіне тартып, біз бірге жұмыс жасадық. Жалын редакциясында сол кезде Ленин мен Жібек жолының үстінде орналасқан Аманжол Нәлібаев. Сосын мен осы комиссияның жұмысшы тобына ресми өкілі болып тағайындалдық. Тең төраға аты ғана болмаса, комиссияның бар жауапкершілігін арқалаған Мұхтар Шахановтың есімінің өзі түрлі лауазым иелерінің үрейін алған аласапыран күндер басталды. Мұхтар Шаханов бас редакторлық ететін Жалын журналы сапырылысқан жұрттың бірі кіріп, бірі шығып құжынаған араның ұясына айналды. Екінші комиссияның сарапшылар тобында жұмыс істедім мен. Ал фактілерді жинау бізге оңайға түсті деп айта алмаймын. Мысалы, Ләззат Асанованың отбасына барып қайттық. Ербол Сыпатаевтың отбасына барып қайттық. Бірақ бізбен сөйлесуге сол кезде осы кісілердің жүрегі дауалаған жоқ. Алтынай Асанова апамыз мысалы үйінде сөйлесуге қорқып, ауылдың кітапханасына барып, бізбен есік терезені жауып қойып әңгімелесті. Ал Ербол Сыпатаевтың әкесі, шешесі, туған туысқандары тіпті мүлде қашып кетті. Себебі сол кездің өзінде КГБ-ның қарауылында тұрған КГБ-ның осы сұлбасынан сескенді, қорықты. Желтоқсан көтерілісі тұсындағы бар қылмысқа тікелей кінәлі билік саласының адамдары мен олардың нұсқауын орындаушы Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті, Ішкі істер министрлігі қалайша өз картасын өз ашсын. Екінші комиссия жұмысқа жұмылдырылғаннан билікпен екі ортада қым-қиғаш жасырын айқас мылтықсыз майдан басталды да кетті. Республикалық жоғарғы сот пен прокуратура дегеннен желтоқсан көтерілісіне қатысты құжаттарды шұғыл түрде жоюға кірісті. Комиссия жұмысына тиесілі құжаттарды сұрап, Ішкі істер министрлігі, әскери күштер, медициналық қызмет орындары секілді кез келген құзырлы орындарға жөнелткен хаттарымыз тек сырғытпа, жалған мәліметтермен оралып, діңкелетуден танбады. Осы комиссияда істеген көптеген қиыншылықтар тағы да болды. Қалай? Себебі біздің қолымызда мына бір қалам мен бір жапырақ қағаздан басқа ештеңке болған жоқ. Ештеңке болды. Қалай жұмыс істейміз? Қалай ары қарай алып жүреміз деген сияқты. Бірақ біздің ең басты ішімізде ниетіміз болды. Қанымыз қайнап тұр. Сенімділік бар да біз деген осы жұмысты алып кетеміз дегенге. Басы жарылғандарды, итке таланғандарды, зорланғандардың барлығын таптық. Барлығын таптық та Мұхтар ағаның алдына әкеп жайып салдық. Оны Қалдыбай түсірді. Bir жағынан, мына жағынан Қалдыбай ағамыз кино түсіріп алса, мына жақта Мұхтар ағамыз комиссия жұмысын артып, мына жақта жоғарыда трибунадан сол деректерді мына үлкен трибуналардан айтып отырды. Желтоқсан көтерілісі аясында жұрттың бәрі білуге тиісті мынадай қылмысты оқиға жатыр. Бүкіл Кеңестер одағының бас хатшысы Михаил Горбачев 1985 жылы жариялылық пен халық билігі ұғымдарын қабылдады да, одақ қарамағындағы халықтар енді билікке қарсы өз пікірін жария етуге, наразылығын білдіруге кеңшілік алды. Осы жариялылықтың халық арасында өзгеше сипат алып асқынып кетуінен сескенген КСРО қауіпсіздік комитеті мен КСРО ішкі істер министрлігі бірлесіп, одақтас республикалардың бірінде билікке қарсы дау-дамай туа қалған жағдайда оны қалай дымын шығармай баса қоюға болады деген қауіптің төңірегінде жұмыстанған. Сөйтіп атақты метел операциясын дүниеге әкелген. Бірақ
Ол шақта кеңестер одағында даудамайсыз құлаққа ұрғандай тыныштық сақталып тұрғандықтан метел операциясын сынақтан өткізу мүмкін болмады. Сөйтіп, бұл жойқын әскери ұжымдық күш өзінің сыналар сәтін күтіп, 1 жыл 2 ай жатып қалды. 1986 жылы 17-18 желтоқсанда Алматыдағы қазақ жастары алаңға шеруге шыққанда метел операциясы авторларының жүрегі жарыла қуанатта, КСРО қауіпсіздік комитетінің төрағасы Чебриков, КОКП орталық комитетінің бірінші хатшысы Горбачевтан метел операциясын Алматы алаңында сынап көруге аса құпия түрде ауызша рұқсат алады. Метел жоспары бойынша оқиға орын алған жерге әскери бөлімшелер кеңестер одағының түкпір-түкпірінен бас-аяғы бірнеше сағаттың ішінде жетіп келуі тиіс. Жоспарда басшылардың таңдауымен оқиғаны кез келген арнаға бұзақылық, ұлтшылдық бағытқа бұрып жіберуші арнайы арандатқыш топтар бар. Желтоқсан оқиғасы кезінде сол арандатқыш топтар қазақ ұлты өкілдерінен құралды. Метелдің тағы бір зымияндығы құрамында атанасыз өскен кілең мейірімсіздер мен безбүйректерден құралған арнайы әскер күшінің болуы еді. Метел операциясының алаңда қызмет көрсету жоспарын сұрап, комиссияның атынан Қазақ КСР ішкі істер министрі Берсеновке хат жаздым. Ұзамай Берсеновтен хат келді, онда былай депті. 1986-1987 жылға арналған жаппай тәртіпсіздікті жоюдың метел жоспары және осыған сәйкес мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің жоспары сақталу мерзімі 1 жыл болғандықтан уақытылы құртылған. Астында осы құжаттардың өртелгендігі жайында акті бар. Көрер көзге бізді тақырға отырғызған мынадай жауаптан соң, мен жалма-жан Берсеновке тағы хат жөнелттім. Сонымен метел жоспарының жобасын табылмай, шарамыз құрып жүрген бір күні біздің комиссия мүшелерінің біріне белгісіз адам қоңырау соғып, метел операциясының жоспары республика ішкі істер министрлігінің бір сейфінде жатыр деп хабар беріпті. Мұны ести сала комиссияның жауапшы хатшысы Тұңғышбай Бурабаев қасына жұмысшы тобынан 2-3 адам ертіп, әлгі министрге барады да, метел осының ішінде жатыр, сейіпті көзімізше аш деп бұйырады. Бірақ әлгі сейіптің иесі бастығымен ақылдасып келіп, мұндай талапты бізге комиссияның тең төрағасы, КСРО жоғарғы кеңесінің мүшесі Мұхтар Шаханов қана бере алады деп сейіпті ашудан үзілді кесілді бас тартады. Ертеңіне олар комиссияға біз деген құжаттың бұдан бірнеше ай бұрын өртелгендігі жөнінде хат әкеліп тапсырады. Сонымен әңгіме бітеді. Бұл жағдайды Мәскеуде сессияда жүріп естіп, өртеніп кете жатырмын. Комиссияның жұмысшы тобында бұрын мемлекеттік қауіпсіздік комитетінде жұмыс істеген Марат Сәлкеев деген жігіт бар еді. Бір күні Марат Сәлкеев маған асығыс келіп, қабылдау бөлмем мемлекеттік қауіпсіздік комитетіндегілер тарапынан түгел тыңдалатынын ескертіп, мені тыс қалып шықты да, метелдің үлкен жобасы Берсеновтың қазіргі оң қолы Секерінің сейфінде сақтаулы екенін айтты. Бұл хабарды маған сол министрлікте істейтін бір таныс жігіт жасырын жеткізді. Бірақ құжатты алу үшін енді үлкен айла керек, әйтпесе тағы қапыда қаламыз, деді. Ұзақ ойланып, Берсеновке хабарласып, қабылдауына баратынымды айттым да, қасыма жұмысшы тобының мүшесі Мұса Артықбаев пен Марат Сәлкеевті, Әділғазы Кішібековті ертіп, Қазақ КСР ішкі істер министріне тарттым. Ішкі істер министрі тосып отыр екен. Михаил Терентьевич, ренжімеңіз. Жұмыс жағдайы осыны талап етеді. Қазір өз қызметкеріңіз Секерінді осында шақыртып, менің қарсы алдыма отырғызасыз. Сосын 1986 жылғы метел операциясының жоспары қайда деген
бір-ақ ауыз сөз айтасыз. Егер осыған бір ауыз артық сөз қосатын болсаңыз, желтоқсан оқиғасында күрделі рөл ойнаған маңызды құжатты құртуда сіздің де үлесіңіз бар деп есептеуге мәжбүрмін, дедім салған жерден. Бірер минуттан соң Секерин менің алдымдағы орынға келіп жайғасты. Берсенов тайсақтап аз-кем бөгелді де Секеринге менің жаңағы сөзімді қайталап, 1986 жылғы метел операциясының жоспары қайда, деді. Секерин дегенде не дерін білмей, министрге маған бір жалтақтады да қалды. Тас түйін боп аңдысып отырған бізден ештеңе өндіре алмасын білген соң, бір данасы менде сейіпте сақтаулы, деді. Бәлкім ол 1987 жылғы метел шығар, деді Берсенов. Секерин жаза басып тұзаққа түскенін енді сезіп, дегбір қашып кетті. Берсеновтың бізді тағы да шатастырмақ ойынға қойып, жоқ деп жұдырығыммен үстелді қойып қалдым. Сейфіңізде жатқан 86 жылғы метел екендігі бізге бұрыннан белгілі. Тез жеткізіңіз, деп айғай салдым. Берсеновтің тапсырмасымен Секерин құжатты лезде жеткізді. Шақанов құладала құжатты үстелдің үстіне жайып келіп жібергенде, желтоқсан көтерілісін басуда қолданылған бар жоспар мен іс-әрекет қара сиямен сызылған схема қалпында алдымыздан шыға келді. Шақанов схемаға айбақтата жазылған Брежнев атындағы алаңда қолданылған арнайы жедел түрдегі метел жоспары 17-18 желтоқсан 86 жыл деген сөздерді дауыстап оқып, құжаттың сыртқы бетін аударған шақта КСР ішкі істер министрінің орынбасары Елесовтың жоспарды бекітіп қойған қолы мен басқан мөрі жарқ ете қалды. Қазақ болғалы жер дауы мен жесір дауынан көз ашпаған. Өйткені қазақ өз намысын жері мен қыз келіншегінің ар намысымен өлшеп отырған. Желтоқсан көтерілісінде ел мен жер намысы деп жігіттермен бірдей бас көтерген қазақ қыздары шаштан сүйреліп, іштен тепкіленді, қамалып зәбірленді, ар намысы тапталып, жанын құрбан етті. Сол қара көздердің намысын жоқтап-ақ бас көтермеу, артқа қонбау, ұлттың сүйегіне таңба болмас пе? Сол кездердегі алаңда анау қарулы әскерлерге беттей алмай тұрған кезде қыздарымыз, жігіттер еғіп тұрсындар алға деген кезде өзіңнің құры қол жаңағы қарулы әскерге қалай барып қойғаныңды білмей қалдым. Сол кезде менің таң қалатыным бар ғой, Құдайға шүкір әлі күнге дейін рахметімді айтамын. Қазақ қыздарына рахмет айтам. Қазақтың қыздары шіркін, ай, менің көзім шығып кете жазады бар ғой. Қазақтың қыздары не қайсарлығын, сол қазақ қыздарының батырлығына таң қалдым ғой.
қазақтың жігіттерін қорғаймыз деп өздерін жандарын мына беріп өлімге дейін бас тігуге дайын тұрған. Ал 86 жылғы жалпы 86 жыл емес 17 жылдан бері қарата қалыптасқан мемлекет, ол кеңестік жүйе қазақтың жан дүниесімен үндеспеген мемлекет. Ол ұлттық мемлекет емес. Сондықтан да мемлекеттің мұңы, мемлекеттің зары қазақтың мұң зарымен үндескен жоқ. Екеуі тұтасқан жоқ, екеуі екі бөлек қалды. Сондықтан да осының барлығы жастарды алаңға алып барды. Алаңдағы жастарды қуып таратуға атсалысқан күштің бірі КСРО мемлекеттік қауіпсіздік комитетіне қарасты Дзержинский атындағы жоғарғы командалы шекара училищесі. Комиссияға қажетті мәліметтерді сұрап, осы оқу орнына 2 дүркін жолдаған хатыма КСРО қауіпсіздік комитетінің төрағасы Крючковтан тек сырғытпа жауаптар алумен болдық. Алматы жалпы командалық жоғарғы әскери училищесінің курсанттары 17 желтоқсанда ура деп айқай салған бойда алаңдағы жастарға сапер күректерімен лап қойған. Бірақ осы оқу орны да Түркістан әскери округі де біздің комиссия мүшелерін маңына айлап жұтпаған соң, мен КСРО қорғаныс министрі Языпқа 2 рет арнайы жеделхат жөнелттім. Мардымды жауап ала алмадық. Сосын қорғаныс министрінің өзімен 2 рет бетпе-бет кездесіп, арамызда аса ыңғайсыз әңгіме болды. Ақыры Кремльдегі сессия кезінде Языпқа 3-ші рет арнайы жолығып, қорғаныс министрі комиссия жұмысына тікелей кедергі жасауда деп, сессияда мәлімдеме жасаймын деп қасасқанынан соң ғана амалы таусылған министр әлгі оқу орындарын тексеруге рұқсат еткен хатын сол күні Мәскеу қонақ үйіндегі бөлмеме жөнелтіпті. Мұхтар Шахановтың жұмыс комиссиясында мен де болды. 3-4 ай жұмыс істедік. Жанымызды аяғамыз жоқ. Мен ақпараттық баға мен пікір ұйымдастыру, жазалау саясаты саласында істедік. Жарылқап Бейсенбай бар. Әр комиссия өзінің қорытындыларын жасады. Мен Мұхтар Шахановтың бұл ісін азаматтың азаматының қолынан келетін ғана іс деп ойлаймын. Жан таласты. Ондай жан таласып істеген адам жоқ. Соның нәтижесінде бүгін біз ол көзқарасты ұлттық мақтаныш деп бағалаймыз. Бұл ұлттық демократиялық қозғалыс деп баға бергізген Мұхтар Шаханов. Зерттеуге, саралауға тиісті істердің жарымы да атқарылып үлгерілген жоқ еді. Зәресі ұшқан билік қайткен күнде де комиссияны тоқтатуды мақсат етті. Комиссия тең төрағасының бірі Қадыр Мырзалиевті шетелге демалысқа жіберді де, менен Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің сессиясында желтоқсан оқиғасын тексеру жұмыстары бойынша баяндама жасауды талап етті. 1989 жылдың 14 қарашасында республиканың басшылары түгел қатысып, 450-ден астам депутат отырған сессияда желтоқсан оқиғасының бар бет-бедесін сыпырған баяндамам жарты сағатқа созылып, зал сілтідей тынып тыңдады. Баяндамам аяқтала салысымен Қазақ КСР жергілікті өнеркәсіп министрі Еділбаев желтоқсан оқиғасына қатысушыларды ақтап алудың қажеті жоқ. Олар КОКП орталық комитетінің қаулысында көрсетілгендей нашақор, бұзақы, маскүнемдер еді, деді. Қазақ КСР халық бақылау комитетінің төрағасы комиссияның мүшесі Исаев осы күнге дейін біраз мәселе зерттелді, жинақталды, осымен комиссия жұмысын тоқтатайық деп үндеу тастады. Әрине, сол кездері Мәскеуде және Алматыда толассыз жүріп жататын қызу пікір талас тартыстарды бүгінде қайта еске түсіру қиындау. Бірақ менің әлі күнге есімнен кетпейтіні
Сессияда Мұхтар Шахановқа комиссияны жабуды ұсынған шақта қашанда от боп лаулап тұратын Шаханов тағы алған бетінен қайтпады. Ол, мейлі, мені жоғарғы кеңес мүшелігінен де, комиссияның тең төрағалығынан да айыра қойыңыздар. Бірақ комиссия өз жұмысын жалғастыратын болады деп, тағы да табан тіреп тұрып алды. Біз комиссиямыздың төрағасы Шахановты қолдап, дауыс көтердік. Шалахметов те оны қорғап сөз сөйледі. Все-таки тоже выступить и поддержать нашего председателя комиссии. Я помню хорошо, как и выступал депутат Шалахметов. Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің екінші қатшысы Ануфриев Исаевтың ұсынысын қолдай келе, қазіргі комиссияны мүлде жабуға ұсыныс жасап, оның орнына комиссия жинақтаған қағаздармен ғана шұғылданатын жұмыс тобын құру ұсынысын дауысқа қойғанда, өз көз құлағыма өзім сенбедім. 450-ден астам депутаттың бізді жақта 5-еуі ғана дауыс берді. Жүрегім аузыма тығылды. Комиссияға мүше болып саналатын 23 депутаттың 21-і сессияда отырған. Солардың үшеуінен өзгесінің бәрі комиссияны жабуды қолдап қол көтерді. О, тоба, көрінеу көзге шындыққа қарсы шыққан олардың сол тірлігіне әлі күнге дейін таңғаламын. Сонымен кейбір қылмысты істер ашылатын болса, Ішкі істер министрлігі мемлекеттік қауіпсіздік комитетімен бірлесе отырып шешім қабылдайтын, соның төңірегіндегі арыз шағымдарды тексеретін жұмыс тобы құрылды да, комиссияның желтоқсан оқиғасына қатысты жиған бар құжат арыз шағымдарын Ішкі істер министрлігі сот пен прокуратураның қолына тапсыру талап етілді. Аты барда заты жоқ қауқарсыз жұмыс топтың тең төрағалығына тағы да Қадыр Мырзалиев екеуміздің атымыз аталды. Мен бұл қуыршақ комиссияның құрамына кірмеймін. Зорлап сайлауларыңызға құқыларыңыз жоқ деп айқайладым. Сессия төрағасы әй-шайға қарамай жаңа комиссияның құрамын дауысқа қойып еді, депутаттар түгел қол көтеріп жүрді. Ғаділбек Шалахметов пен Еркін Мергенов мені жақтап сөйлеген тұста залдағы депутаттар жан-жақтан айқайлап шу шығарды. Осының бәрі сессияны ұйымдастырушылардың алдын ала ұйымдастырған арандатушылық әрекеті екенін ол кезде қайдан білейін. Мен кей депутаттардың ысқырып жер тепкілегеніне қарамай тіке мінбе микрофонына бардым да, қазіргі таңда желтоқсан оқиғасына бүкіл әлем көз төгіп отырғанын, бұл істе белгілі орыс демократтары Ельцин сақырып бастаған депутаттардың үлкен тобы бізді қолдайтынын айта келіп, сіздер бұл қылықтарыңыз үшін ертең-ақ ұялатын боласыздар. Мен сіздерді аяймын, естеріңізді сақтаңыздар. Біз бәрібір бұл істі аяғына дейін алып барамыз. Дедім де, залды қақ жарып, есіктен шығып кеттім. Кетіп бара жатып, бастарын төмен салған, елімізге кеңінен танымал өзіміздің әнші, жазушы, журналист депутаттарды көрдім. Кейінгі жылдары өзін ұлтымыздың нағыз қамқоры ретінде көрсетіп жүрген, сол тұста үлкен бір баспасөзді басқаратын сыйлы ағамызбен де көзім түйісіп қалды. Ол да бетін басқа жаққа бұрып әкетті. Есік алдына шықсам, қасқырайып қалған екен. Соңымнан бір адам ілескен жоқ. Көзіммен бірге жүрегім де жасқа толып кеткендей. Бар даусыммен айқай салып жылағым келді. Өзімді сүйенішсіз, қолдаусыз, қорғаусыз, ен далада жалғыз қалған мүгедек адамдай сезіндім. Үйге қарай жаяу тарттым. Фурманов көшесінен өте бергенімде бір машина айналаны дүрліктіре сырғанап, тіземе тіресе кеп тоқтады. Жүргізушісі терезеден басын шығарып, хайуан, өлгің келе ме деп айқай салды. Бұдан гөрі өлгенім жақсы еді, дедім де көшеден нақ бір мас адамдай ілбей өте шықтым. Қазақстан жоғарғы кеңесінің 11-ші шақырылымында болған оқиғаны республикадағы жалғыз телеарна жұртшылыққа былай мәлімдеді. Конструктивный поиск решений
отличал работу очередной 15-й сессии Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва. Сессию открыл председатель Верховного Совета Республики, депутат Медиубеков. Главное внимание при обсуждении государственного плана экономического и социального развития и бюджета республики на 1990 год было уделено устранению факторов, тормозящих перестройку народного хозяйства. Депутаты утвердили концепцию самоуправления и самофинансирования Казахской ССР, принятую с учетом ее всенародного обсуждения. На сессии прозвучало также решительное требование о прекращении ядерных испытаний и закрытии полигонов Семипалатинской области. Горячая полемика развернулась по поводу сообщения народного депутата СССР, поэта Мухтара Шаханова, сделанной от имени специальной комиссии Верховного Совета Республики по расследованию причин и характера беспорядков в декабре 1986 года в Алма-Ате. Выступившие затем депутаты Едельбаев, Исаев, Елемисов, Ануфриев и другие отметили тенденциозность, односторонность, а порой и необоснованность выводов, прозвучавших в сообщении комиссии о событиях трехлетней давности. Сессия сочла дальнейшую деятельность комиссии нецелесообразной. Принято постановление о мерах по укреплению социалистической законности и правопорядка в республике. Қазақстанда шығатын газеттердің барлығы да кеше жоғарғы кеңесте қандай шайқас болғанын көрмеген, білмеген кейіпте қалып, 2-3 басылым ғана бұрынғы комиссияның орнына оны да Қадыр Мырзалиев пен Мұхтар Шаханов басқаратын 7 адамнан тұратын жаңа комиссия құрылғанын жариялады. Бірақ қулығына найза бойламас шенеуніктердің бұл комиссияны жұртты алдау, шатастыру мақсатында құрғанын қарапайым халық аңғара алмады. Ақпарат құралдары түгел биліктің қолындады. Амалымыз таусылған соң, жұмысшы тобының мүшелерімен ақылдаса отырып, КСРО жоғарғы кеңесіне менің атымнан 5 парақтық хат әзірледік. Бұл хат ұзамай КСРО жоғарғы кеңесінің мүшелеріне түгел таратылып берілді. Осы сессиядан кейін біз адам